жұдырықтай жұмылып, жауға ойсырата, соққы берер сәт туып тұр міне. Ойраттың Намжи Батырының қарақшыларын қайтаң алмастай ойранда. Алатаудан әр асыр. Неге мен? Өйткені өзіңнен қолға артылған емес. Өйткені сенен ақылды ешкім жоқ. Өйткені мына даланың халқы Алдаржан. Дәл өзінде ешкімді қатты жақсы көріп, төбесіне көтеріп құрметтеген емес. Дұрыс. Тоқ шеркен. Өзімді мүлде танымайды екенмін ғой. Мынадай мадақтан кейін бағымды асырып, бәсімді арттырып, су жаңа етік сатып алмасам болмас. Мені дәл қазір өлтірсең, қызының қайда қашып кеткенін кімнен білерсің? Егер һәм білмеген күйі жаһаннаға аттанам десең, өзің біл. Оларды қайда йосырдың? Қыр басында күннің батып бара жатқанын тамашалап тұрған болар. Әлде қатарласа тізе бүгіп, кешкі астарын ішіп отыр ма екен? Мен сені өз қаныңменен суарып, өз бауырыңды өзіңе асатаман. Балбырап піскен бауырға тұз қосуды ұмытпа. Сонда тәмдірек болады. Одан да менің ғашығым қалай? Соны айтшы. Саған ұнады ма? Шынымен сондай көркем, келісті жігіт екен. Бұлайғы түз жігіттеріне ұқсамайды. Құдды қарлы шыңның басында туғандай. Намчи Батурдың жеке көріпкелі Герел деген балгер кемпір жауырын қарап, шын сүйгенімді торға қамаулы күйде табатынымды айтып еді. Қалай сонда? Балгер сүйгенін қапастың ішінде өлімге кесілген күйде ұшырасады дегенді. Ардақты ақсақал, абайлаңызшы. Адам бар, кемпір бар екен. Таяқтың ұшымен көзімді шықып алып, тобыңызға қосылып жүрін. Оған аса құлқым болмайды. Әбілістің азғыруынан сақтасын сені, пенде. Иә. Асында атың бар ғой, Иә. Құдайдың оң көзімен қараған жолаушысы. Жамағатқа қайырын тигізіп, мына көр соқыр зағиптарды кішкентай ғана өзінің арзағына өткізіп тастаса қайтер еді. Иә. Сөйтші. Өткен әр біреуіміз ширек теңге пұл төлер едік. Иә. Осыған қалай қарайсың? Құдай еркелеткен қайырымды қария. Мен сендерді атыммен мына тегеурінді терең дариядан өткізіп, әр өткен адамнан жартақ теңге ақы сұраймын. Жарты теңге деген көп. Жоқ. Ширек теңге. Әр адамнан жарты теңге. Ондай пұл жоқ бізде. Жоқ. Жоқ. Ширек теңге, осымен келсен. Жарты теңге әділ баға. Ширек. Жарты теңге. Ширек теңге. Жарты. Ширек теңге. Өзен терең жарты теңге. Жарты теңге. Әр адамнан жарты теңге. Ширек теңге. Ардақтыларым. Біріншіден, менің атым адам мінгестірмейді. Сендерді өткізу үшін ат жетектеп суға өзім түсуім керек. Екіншіден, ауа райы бұзылып барады. Қазір ширек теңге үшін жаңбырдың астына қаласыңдар. Жарты теңге әділ баға. Ширек. Фу. Құрметті ардақты зағиптар. Жомарттықтарыңда шек жоқ. Мақұл, ширек теңгеге келістім. Ай, халайық, бұндай мейірімді адам көкте де жерде де жоқ болмайды да. Бопты. Онда баста. Құдайдың көмегімен өзінің арсаң өтіп алайық. Қайсысынан бастаймыз? Мен. Мен құлап алмаш. Міндім ба? Жоқ. Абайла. Мына өмірде негізінде мен
керек адам. Маған әлі үйлерді көрек. Мен әлі баламын. Мен кеше жаман түс көріп едім. Ей, тыныш отыр. Ой!